видеолар ашпай жатсам, мен YouTube'да каналым бар, Miko Pro деген канал. Осы жерде мен барлық видеоларды YouTube'ға салып отырам. Мінекей көріп жатсыздар, барлық видеолар осы YouTube'да бар. Келесі менде Instagram miko.pro, осы Instagram'да отырам. Егер Instagram'да отырып жасап жатсаңыздар, хэштег MikoPro деп салыңыздар. Және де келесі VK, мен основной осы жерде жұмыс жасаймын. VK-да көріскенше. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз өткенде осы мен VK-дан опрос жүргізген болатынмын, яғни дауысқа салуды өтінген болатынмын. Осы Ангел, 3D экран и Vampire Style деген осы 3 фото. Осының ішінен бізде барлығы осы нені қалай? Бірінші, яғни Ангел фотосын жасауымды, көбісі осы фотоны жасауымды қалапты. Ал енді осы фотоны жасасақ. Бірінші, яғни мен жасайтын жол, біріншіден бетін ағартып алайын кішкене. Ол мінекей. Егер сіздер барлық фон мінекей арт жақ ақ, барлық жер ақ, тек қана бет қараңғы болса, мінекей тура осылай көтересіздер. Жоғарыдағы өшіргішті басып, мінекей оңға түсті ауыстырады. Осымен жақындатып аламыз. Кисті шамалы размерін кішірейтіп береміз кішкене. Дәл осылай тек қана өзімізге керекті жерді ғана ағартып аламыз, яғни бетті. Кейде тек қана бетті ағартам деп көбісі артық фонды да ағартып жібереді. Мінекей бетті көрдіңіздер, дәл осылай ағартамыз. Мінекей бет қана ағарды. Енді бізге FX-тің ішіне кіріп, арт жақты блур қылуымыз керек. Яғни бізге объект блур болғаны керек. Мінекей болды, размытиені шамалы азайтамыз блурды. Мінекей ұзақтатып шамалы азайтып көресіздер. Өшіргішті алып, если аяғына тағы көптеу кетіп қалса, мінекей өшіріп бастап көресіздер. Размер кішкене азайтып алайық. Мінекей мына жердің де бас жағын ашып алайық. Дәл осылай, окей. Басталды. Енді добавить фото. Мінекей добавить фотодан алдық. Бізге ол жерден керек болатыны құстың қауырсыны және құстың қара түсті қанаты. Яғни дәл бұндай, мысалға мен сіздерге дәл қара қанатты ұсынып отырмын. Бұл жерде яғни киімі қара болғандықтан қара болған дұрыс болды мен үшін. Бірақ та сіздер ақ, яғни ақ қанатты қойсаңыздар да болады. Оны қазір көрсетемін. Егер сіздерде басқа да ақ қанаттар болып жатса, ол әрине оңай. Мінекей аласыздар. Дәл осылай ақ түсті. Тура ақты қараны ақ, ақты қара қылуға болады. Тағы да мінекей колорсқа кіресіздер. Осы жерде әңгіменің бәрі. Мінекей болды, қайтып қара қылып ала салдық. Енді үлкейтеміз шамал, қанатты созып. Мінекей дайын. Енді біз осы жерде мінекей бірінші батырманы басып, енді 100%-тен кішкене азайтамыз. Яғни қолы көрінсе болды. Жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Өшіргішті алып, мінекей қолы түсіп тұрған жердің барлығын өшіріп тастайсыздар. Қолы, яғни қолы денесіне түсіп тұрған, қолының арасындағы ашық жер қалады, яғни мінекей қолдың үстін өшіресіздер. Қатты өшіріп жіберуге де болмайды. Мінекей өшірдік. Қайтып 100%-ға кеп қоясыздар. Мінекей шамалы азайтамыз шындыққа жанасу үшін. Енді бізге қанаттар. Мысалға сіздерде ақ қауырсындар, мен егер керек болып жатса, бұны VK-да Photoshop сабақтарының ішіне альбомға салып қоямын. Мінекей онты тура FX Colors-қа кіресіздер да, мінекей қай түс, бізге енді қара қауырсын керек, қанатымыз қара болғасын, негатив мінекей таңдайсыздар. Қара қауырсын болды да шықты. Смешайттың ішінен экран, умный. Мінекей қара қауырсындарды дәл осылай алдыңғы тура 3D монетадағы сияқты, тура сол 3D монетадағы сияқты жан-жаққа шашып қоясыздар. Ар жақтан кішкентай вариантын салсаңыздар да болады. Умный, мінекей. Мінекей қауырсындарды қойып біттік. Енді FX-ке кіреміз. FX-ке кіріп, мына жерден дәл осылай пена, джокер, өзіңізге қандай түс ұнайды, қай түсті қойғыңыз келеді, соны қоясыздар. Мінекей маған драма ұнайды әрдайымдай.
Тағы да FX-ке кіреміз. Драманың үстінен тағы да пена сияқты бір мінекей синема сумерки. Сумеркиді шамал винеткасын азайтамыз. Дәл осы жолмен біздің фотомыз жасалады. Егер сіздерге видеоны ұнап жатса лайк басыңыздар, және де керекті әр фотоны мен әр фотошопты мен фотошоп сабақтары альбомының ішіне салып отырамын. Осымен сол, көріскенше